Амансыздар ма оқушылар? Бүгін синтаксистік талдауға арналған екінші сабағымызды бастаймыз. Сөйлем мүшелеріне талдауды үйрететін бүгінгі сабағымыздың өткен сабақтан айырмашылығы бүгін әлде қайда күрделі талдауды қарастырамыз. Бірінші сабағымызда дара сөйлем мүшелерінен тұратын сөйлемді талдаған едік. Бүгінгі сабақта үйірлі сөйлем мүшелерінен тұратын сөйлемдерді талдап көрсетемін. Жалпы сөйлем мүшелері дара, күрделі және үйірлі болып үшке бөлінеді. Сөз құрамын жақсы меңгерген оқушыларға дара және күрделі сөйлем мүшелерін ажырату қиын емес. Ал үйірлі сөйлем мүшелері қиындық тудырады. Дара сөйлем мүшелері дара сөздерден, яғни бір түбірі бар сөздерден, күрделі сөйлем мүшелері күрделі сөздерден, яғни екі немесе одан да көп түбірі бар сөздерден тұрады. Бүгінгі сабағымызда үйірлі сөйлем мүшелері туралы айтатын боламыз. Мұндай сөйлем мүшелері бар талдауда көптеген оқушылар қателесіп жатады. Сол қателіктерге ұрынбас үшін қандай нәрселерді есте сақтауымыз қажет? Мысалы, сыпайы сөйлегенді ұнатамын деген сөйлемді талдаған кезде қандай қателіктер жасауымыз мүмкін? Сөйлем мүшесіне талдауды әдеттегідей баяндауыштан бастаймыз. Бұл сөйлемде баяндауыш соңында тұрған ұнатамын деген сөз. Келесі сөз сөйлегенді байланысып тұрған сөзі ұнатамын, сұрақ қоямыз. Нені ұнатамын? Сөйлегенді ұнатамын. Нені деген табыс септіктің сұрағына жауап беріп тұрғандықтан бұл сөз толықтауыш болады. Біз әдетте тексеруіміз қажет. Толықтауыш, пысықтауыш, бастауыш міндетті түрде етістіктен жасалған баяндауышпен байланысып тұру керек. Сөйлегенді деген сөз ұнатамын деген етістіктен жасалған баяндауышпен байланысып тұр. Яғни бұл дұрыс. Келесі сөзіміз сыпайы. Сыпайы байланысып тұрған сөзі сөйлегенді. Сұрақ қоятын болсақ, қалай сөйлегенді деген сұрақ қоюымыз мүмкін. Қалай деген сұраққа жауап беретін сөз бізде пысықтауыш болады. Астын нүктелі сызықтармен сызып қояйық. Енді тексереміз. Біздің қандай қағидамыз бар? Әрине, пысықтауыш міндетті түрде етістіктен болған баяндауышпен байланысып тұру керек. Бұл жердегі баяндауыш ұнатамын, ал біздің сыпайы деген сөзіміз ұнатамын деген сөзбен емес, сөйлегенді деген сөзбен байланысып тұр. Яғни толықтауышпен байланысып тұр. Қалай сөйлегенді, сыпайы сөйлегенді деп біз сұрақ қойдық. Яғни бұл жерде бір қателік кетті деген сөз. Себебі пысықтауыш міндетті түрде баяндауышпен байланысу қажет. Осы жерде назар аударыңыздар, оқушылар, егер осындай жағдай кездесіп жатса, талдап тұрған сөзіміз қай сөзбен байланысып тұрса, сол сөзбен бірге бір сұраққа жауап беріп, үйірлі сөйлем мүшесі болады деген сөз. Яғни, сыпайы деген сөздің байланысып тұрған сөзі сөйлегенді деген сөз. Яғни, сыпайы сөйлегенді деген сөз бір сұраққа ғана жауап беріп, екеуі бірге толықтауыш қызметін атқаруға тиіс болған. Яғни, біз толықтауышқа сұрақты қойған кезде жауапты дұрыс бермедік. Нені ұнатамын? Сыпайы сөйлегенді ұнатамын. Бұл үйірлі толықтауыш болады. Себебі бұл екі сөз сөйлемде бір ғана сөйлем мүшесінің қызметін атқарып, ал өзара пысықтауыштық қатынаста тұр. Тағы бір сөйлемді талдап көрейік. Келесі сөйлеміміз мен оқыған кітапты сен де оқы. Баяндауыш сөйлемнің соңында тұрған оқы деген сөз. Келесі талдайтын сөзіміз сен де демеулік шылау болады. Кім оқысын? Сен де оқы. Байланысып тұрған сөзі оқы. Сен бастауыш. Бастауыш етістіктен болған оқы деген баяндауышпен байланысып тұр. Келесі кітапты деген сөзді талдаймыз. Байланысып тұрған сөзі оқы. Кітапты оқы. Нені оқы? Кітапты оқы.
кітапты табыс септіктің сұрағына жауап беріп, толықтауыш қызметін атқарып тұр. Толықтауыш байланысып тұрған сөзі оқы, етістіктен болған баяндауышпен байланысып тұр. Талдауымызды әрі қарай жалғастырамыз. Оқыған байланысып тұрған сөзі оқыған кітапты. Кітапты байланысып тұрған сөзі сұрақ қойғанда қай кітапты, оқыған кітапты деп жауап беретін болсақ, қай деген сұраққа жауап беріп, оқыған деген сөз анықтауыш болар еді. Келесі сөзіміз мен. Байланысып тұрған сөзі оқыған, мен оқыған. Кім оқыған, мен оқыған. Кім деген сұраққа жауап беріп, бастауыш болар еді. Бірақ тексереміз. Мен деген сөз кім деген сұраққа жауап беріп, бастауыш қызметін атқарғанмен тексергенде ол біздің бастауыш міндетті түрде етістіктен болған баяндауышпен байланысуға тиісті деген қағидамызға сәйкеспейді. Себебі мен деген сөздің байланысып тұрған сөзі бұл жерде оқыған деген сөз. Кім оқыған, мен оқыған. Бұл қате болады, себебі етістіктен болған баяндауышпен байланысып тұрған жоқ. Алдыңғы сөйлемде талдағанымызда айтқанымыздай, енді егер бұл сөз баяндауышпен байланыспай тұрса, онда қай сөзбен байланысып тұр, сол сөзбен бірге талданады. Яғни, мен деген сөз оқыған деген сөзбен бірге талданып, қай кітапты, мен оқыған кітапты, яғни қай деген сұраққа жауап беріп, анықтауыш, яғни үйірлі анықтауыш қызметін атқарады. Бұл жерде мен және оқыған деген сөз үйірлі анықтауыш болатын себебі, олар осы сөйлемде бір ғана сұраққа жауап беріп, бір ғана сөйлем мүшесінің қызметін атқарғанмен, олар өзара бастауыштық, баяндауыштық қатынаста тұр. Келесі талдайтын сөйлеміміз киноға барғаным оған ұнамады. Баяндауыш сөйлемнің соңында тұрған ұнамады деген сөз. Келесі оған деген сөздің байланысып тұрған сөзі ұнамады. Сұрақ қоямыз. Кімге ұнамады? Оған ұнамады. Кімге деген сұрақ бар септіктің сұрағы, бұл толықтауыш болады. Байланысып тұрған сөзі ұнамады, етістіктен болған баяндауыш. Не ұнамады? Киноға барғаным ұнамады. Не деген сұраққа жауап беріп, киноға барғаным бастауыш болады, және бұл үйірлі бастауыш болады. Себебі бір сұраққа жауап беріп тұр. Не деген, не ұнамады, киноға барғаным. Ал өз ішінде киноға барғаным деген пысықтауыштық қатынаста тұр. Себебі барғаным деген сөзден киноға деген сөзге қайда барғаным деп өз ішінде сұрақ қоюға болады. Алайда киноға деген сөзді біз жеке пысықтауыш қып ала алмаймыз. Себебі ол баяндауыштың, яғни етістіктен болған ұнамады деген баяндауыштың мекенін көрсетіп тұрған жоқ. Сондықтан бұл сөзбен байланысып тұрмағандықтан пысықтауыш бола алмайды. Сонымен үйірлі сөйлем мүшелерінің ең басты белгісі, олар екі немесе одан да көп сөздерден тұрып, сөйлемнің ішінде бір ғана сұраққа жауап беріп, және бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Және олардың тағы бір ең басты белгісі, олар өз ішінде жеке сөйлем ретінде бастауыштық, баяндауыштық немесе тағы басқа қатынастарда тұруы мүмкін. Бұны осы берілген сөйлемдердің ішіндегі үйірлі сөйлем мүшелерінен мысал етіп түсіндіріп көрейік. Бірінші сөйлемдегі сыпайы сөйлегенді деген үйірлі толықтауышты жеке алатын болсақ, ол өзі бір сөйлем құрай алады. Мысалы, сөйлеген баяндауыш, қалай сөйлеген, сыпайы сөйлеген. Сыпайы пысықтауыш, яғни сыпайы сөйлеген деген бір сөйлемді құрай алады, және бұл сөз тіркесі
пысықтауыштық қатынаста тұр. Екінші сөйлемдегі мен оқыған деген үйірлі анықтауышты да жеке алып қарайтын болсақ, өзі жеке сөйлем бола алады. Оқыған баяндауыш, кім оқыған, мен оқыған бастауыш. Ал сөйлемнің ішінде бір ғана анықтауыш қызметін атқарып тұр. Келесі үйірлі сөйлем мүшесі киноға барғаным деген үйірлі бастауыш. Бұл үйірлі сөйлем мүшесінде жеке алып қарайтын болсақ, барған баяндауыш, қайда барған, киноға барған пысықтауыш етіп жеке талдауға және жеке сөйлем етіп қарастыруға болады. Ал киноға барғаным оған ұнамады деген сөйлемнің ішінде бұл тек қана бір сұраққа жауап беріп, бір ғана сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұр. Сондықтан бұл үйірлі бастауыш болады.